Болашақта 28-ші жылы депутатқа сайланам ба деп ой болған да менде. Енді сіздер қалай ойлайсыздар? Қазіргі мынау шығып жатқан жаңа ата заңымызбен бәрі өзгерді. 70% мынау партияларға берілетін болады, немесе сен партияның мүшесі болуың керексің. Маған бірде-бір партия ұнамайды, олардың саясаттары ұнамайды, ұсыныстары ұнамайды. Көбісі өздері айтқан ұсыныстарымен, өздерінің істеп жатқан істерімен сәпсем мүлдем бір-біріне келмейді. Енді 30% мынау нелерге береді дейді, енді қалай айтады, енді адамдар өздері таңдап шығарады дейді, бірақ ол критерия кіру үшін айлық миллионер болу керексің. Олар енді олигархтар өздерінің адамдарын сол жерге итереді. Сол үшін де бөгеттер көп, бүкіл жерді жауып тастап жатыр. Енді арасынан суырылып шығайын деп ойласаң, солай өзіміздің кішкене болса да, өзі аз қалған өмірімізде кішкене болса да, өзіміздің қоғамымызға, болашақта өсіп келе жатқан балаларымызға кішкене мынау өмірлерін жақсарту жолдарын жасап деген секілді сондай саясатқа араласып сөйтем бе деген ой болған негізі. Енді мынаның бәрін кедергілер қойып тастағасын білмеймін. Енді кезінде маған сондай ұсыныста келген, партияға кірсе сосын депутат қыламыз деген секілді әңгімелер болған. Мен сұрағам, енді қандай партия деп едім, аманат дейтін, мен айтым, ол алдында болған Нұр Отан ғой. Жоқ, мен ондайға келіспеймін дедім. Өйткені менің арым жібермейді ондай нәрсеге баруға. Сол үшін де саясатпен араласайық. Депутаттық деген енді пока не светит деген осы.